Салам достор, бүгін 7 июнь 2025 жыл. Бұл чалышта 5 сектордағы арзан машиналарды тартам. Андықтан каналға қатталып сөз лайк басқола, бұйырса 5000 болдық. Кейінгі қадам 10.000-ге каналға қатталып сөз лайк басқола. Бірінші машина Honda Civic. Коробкасы автомат, сол рульді. Басы 620 мың сом, жылы 2008, объем 1.8 расход 657. Кейінгі машина Mercedes 124 универсал. Коробкасы механика. Жылы 92, басы 360 мың сом. Коробка механика. Андай машина бұл ешкесі жоққан. Бұл жерде Golf 4. Каналға қатталып сөз лайк басқанын ұмытпауға. Golf 4 жылы 2003, объем 1.6, газ, бензин 520 мың сом. Коробкасы автомат. Объем 1.6, газ, бензин 520 мың сом. Кейінгі машина Mitsubishi маркасының. Жылы 2001, басы 330 мың сом. Электропакет Mitsubishi. Жылы 2001. Бұл жерде Audi тұрады, универсал. Audi A6 2002, 2.4, басы 450 мың сом. Геми бар дейді. Кейінгі машина Jetta, Volkswagen Jetta 85, объем 1.8, 250 мың сом. Да, видео ұнатасыз, бұл жерде Vento тұрады, 92 жылғы. 330 мың сом. Объем 1.8. Коробкасы механика. Бұл жерде Golf 3, Golf 2. Жылы 92, объем 1.8, 250 мың сом. Audi S4 болуш керек. Audi S4 жылы 91, объем 2.6, басы 410 мың сом. Matiz 2 215 мың сом. Жылы 2007, 154 мың пробег. Коробкасы механика. Opel Zafira. Ушының сұрағанда да аяй көп болған. Opel Zafira. Жылы 2003, объем 1.8, басы 460 мың сом. Коробкасы автомат. Видеоның алда ұлантас. Бұл жерде Mazda Prima тұрады. Ошанда көргізбейін. 08 регион. Коробкасы механика, кожаный салон. Каналға аттап сөз түрі лайк басқолар, маза примас.
Жылы 2000 объем 1.8, басы 520 миң сом. Mazda Primus объем 1.8. Бұл жерде Nissan тұрады, маркасы. Nissan Sentara дейді. 2004 объем 1.8, басы 250 миң сом. $250 сом. Golf 3. $280 сом, объем 1.8, расход 7.8. $280 екен. Бұл жерде ешкі жатады, Mercedes 124. Басы 280 сом, жылы 90, расход, объем 2.3. 280 миң. Коробкасы механика. Бұл жерде Mazda 626. Басы 265 миң. Дизель. Ford Focus. Оталып тұрады. 290 миң, объем 1.6, 2002. Бұл жерде ошондой эле Ford Focus'тун автоматы турат. Бұл 1.6, 2003, 380 миң сом. Коробкасы автомат 380. Golf 3. Бишкектин учетунда. Салон ушундай болду. 400 миң сом. Объем 1.8. Жылы 97. Mazda 6 бұл чыққан. Mazda 6 коробкасы автомат. Жылы 2003, объем 2. Басы 490 миң сом. Трок бар дейді, кеме бар екен. Ички салондары ушундай болду. 490 миң сомго Mazda 6. 4 аниликтен электростеклоподъемникте, комплектациясы жакшы. Багажниктер ушундай. Басы 490 миң сом. 490, торг есть. Майлар таза, кондиционер мустатат конкретно. Вложение керек жок, Вложение да керек жок. Вложение керек жок дейт. Бул жерде Mazda 626. Mazda 626, басы 160 миң. Объем 2.2, басы объем 2.2, расход 810, басы 160 миң. Nissan Almera. $440 миң сом, объем 2, коробкасы автомат, расход 7, расход 811, пробег 278 миң. Коробка автомат.
Hyundai Getz договорында қойып тұр. Чақанлақ экономичный машина іздегендерге Kia Morning'тің ескisi. Бұл да договорный екен. Бұл жерде Passat B5. Дискалары жөне көйлі. Коробкасы автомат. Басы 330 мың сом. Жылы 2000, объем 1.8, 330 мың сомға Passat B5 жақсы эле баада ойлойм. Бұл жерде ушу Passat B5-тин эле универсал турат. 2002, объем 2, басы 340 мың сом. Расход GT10. Коробка механика. Бұл 340 мың сом. Коробкасы механика. Да, бір Passat B5. Жоқ, бұл Audi екен. Артынан Passat болды екен да. Коробкасы автомат. Жылы 96, объем 1.6, 350 мың сом. Коробка автомат. Passat Audi A4. Ford Focus 290 мың, объем 1.6. Механика, расход 6.8. Ford Focus жылы 2003, объем 1.6, коробкасы автоматы 380 мың. İçi коробкасы автомат. Бұл жерде Passat B5. Коробкасы автомат, стеклоподъемниктер 4 тең. Номер Кыргызстан. Бирок бұл жерде рус деген жазып турган, балким Россиядан жаңы келип Кыргызстанды алып койгон болот. Бирок мындай чириктер эле көрүнбөйт. Объем 1.8, жылы 2330 мың сом. Бұл жерде бір Ford Focus. Жылы 2001, 290 мың, объем 1.6. Состояние аябай жакшы. Мо 3 машина тең бир киши экен, азыр вложение керекпи, керек жокпу? Ошолорду сурайбыз. Айке, буларга вложение керекпи? Эмне оңдоп жерлер? Так, үчөөнө тең вложение керек жок дейт. 3 машинага тең вложение керек жок. Бааларды уктан эле чындыгында азандай сезилди, бирок состояниясы сонкун. Бул жерде состояниясы аябай жакшы, жана баасы арзан шокко турат. Карбюратор жылы 2003, объем 1.6, баасы 230 мың сом. 4 ступка механика. Баасы 230 мың сом, состояниясы аябай жакшы. Жалтырап турат экен.
içi жабык. Baası 230 ming so'm. Бұл жерде Audi тұрады, Honda Odyssey тұрады. Объем 3, жылы 2000, басы дороганы қойып тұрады. Golf 4, жылы 2001, объем 1.6, басы 430 мing сом, без вложения дейді. 430 мing сомға Golf 4. Объем 1.6 екен, коробкасы механика. Негізі көбі айтады, ұшылардың 1.6-сы слабый болды деп. Өзіңнен ойынға жасылар қандай болып қалады, слабый ой, слабый емес пе. Бұл жерде Mercedes A180 тұрады, ұшыларда арзан болды негізі. Коробкасы механика 6 ступка екен. 400 мing сом дейді, жылы 2008, пробег. Жылы 2008, объем 2. Басы 400 мing сом. Объем 2 екен бірақ. Бұл Golf 5 көптен бері тұрады шу. Бешінші регион, коробкасы автомат. 570 мing, 121 мing пробег, объем 1.6. Golf 5 көптен бері тұрады. Nissan Almera. Титан дискада емес, бұлар жөнлі капачоттар Титанға оқшап кеткен. Бірақ дискасы жөнекөй диска. 440 мing сом, коробкасы автомат. Honda CR-ның ескісінен 380 мing шындығында арзан оқшайды, объемдағы 2 екен. Жылы 98, механика 5 ступка. Мен таңғалып қалдым шу машинаның басына. 280 мing бұл Matiz 2-ның басы. Арзан оқшайды. Сасанестағы айға жақшы дискаларда, Титан оригинал дискада. Бұл жерде Toyota Avensis бош керек. Коробкасы механика. Toyota Avensis старший дегенде көп болған. Toyota Corolla екен. 2005, объем 1.8, басы 600 мing сом, газ, бензин. Toyota Corolla. Коробкасы механика. Салонда өңгөрілі. Бұл жерде универсал варианттан Nissan Primera ескісінен жылы 2000. Жылы 2000, басы 520 мing, объем 1.8. Отличное состояние, универсал. О. Қайсы каналда? Базар шоу. Реклама қанша? Жөнлі бекерлі. Басқа арасы ма? Я. Басқа арасы ма? О.